Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге өте дәмді оригинал вупи пай торттың рецептін ұсынамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бірінші бізге керекті заттар осылай 4 дана жұмыртқа, содан соң шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ағарғанша миксерлейміз. Содан соң үстіне майымыз бен шоколадымызды будай ертіп аламыз, немесе микроволновкада ертсеңіздер де болады. Міне осылай ертіп, соны үстіне құйып және миксерлейміз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң құрғақ қоспаларымызды қосамыз. Ұн, какао, разрыхитель үшеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан соң 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп, кішкене салып араластырып аламыз. Міне осымен тестамыз дайын. Енді пергаментімізді төсеп, 3 немесе 4 бөлікке бөліп пісіріп аласыздар. Мен бұл жерде 24 диаметрде 3 бөлікке бөліп пісіріп алдым. Міне осылай теңдей етіп бөліп аласыздар. Содан соң осылай форманың көмегімен бірдей етіп дайындап аламыз. Барлығын осылай тегістеп болғаннан соң міндетті түрде печкамызды алдын ала қыздырып аламыз. 160 градуста 10 минутта пісіріп аламыз. Содан соң шоколадқа сливкимізді құйып, ертіп дайындап қоямыз. Кремімізді жағып болғаннан соң бетіне құятын боламыз. Міне содан соң кремімізді дайындаймыз. 500 грамм творожный сырға сахарный пудра немесе шекерді салып, бірінші кезекте араластырып аламыз. Міне осылай шекер ерігенше араластырып аламыз. Содан соң үстіне 500 грамм сливки құямыз. Және араластырып аламыз. Қою өз крем дайын болғанша араластырып аламыз. Міне уже креміміз қойыланып жатыр. Міне дайын болды. Енді осы кремімізді мешокқа салып, тортымызды жинайтын боламыз. Насадка менде 807.
Міне осымен тортымызды жинап болдық. Ендігі кезекте ерітілген шоколадымызды құйып, бетіне тегістеп жағатын боламыз. Міне осымен тортымыз дайын. Қалауларыңыз бойынша сәндей берсеңіздер болады. Менде үйде киви ғана болғандықтан осылай киви қойып шықтым. Осымен тортымыз дайын. Ас болсын, сіздер де осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де поделиться бөлімін басып, WhatsApp группаларына да бөлісіп қойды ұмытпаңыздар.